Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Пара алу мен пара беруден бірінші орында тұрған Қазақстан деген мемлекетте апта сайын осы тектес ақпарат айтылады. Жең ұшынан жалғасқан жемқорлық дертіне дауа табылмайды біздің елде. Біз бүгін пара алу ісі бойынша айыпталған Абылай Мырзахметов туралы ешкім айтпаған ақиқатты айтамыз, ендеше кеттік. 10 мамыр күні Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының экс-басшысы Абылай Мырзахметов пара алу ісі бойынша тұтқындалды. Ол алаяқтық жасады және кәсіпкерді туысын қылмыстық жауапкершіліктен босатуға көмектескені үшін аса ірі мөлшерде пара беруге итермеледі деген күдікке ілінді. Десек те, Мырзахметовке тағылған айыптарға қатысты нақты ақпарат жарияланбады. Ал антикор өкілдері сотқа дейінгі тергеу амалдары басталмағанын растаймыз. Тергеу шаралары жалғасып жатыр. Қылмыстық процестік кодекстің 201 бабына сәйкес қалған ақпарат таратуға жатпайды деп хабарлады. Антикор айтпағанмен ағайын анығын білсін деп біз ақиқатын жеткізейік. Параның жалпы сомасы 30 миллион доллар. Бұл дегеніміз 13,3 миллиард теңгені құрайды. Пара беруші олигарх Қайрат Боранбаевтың ағасы Талғат Боранбаев. Ал бұл соманы қандай жолмен бергендігі әзірге белгісіз. Өйткені қолма-қол ақшаның салмағы доллармен 300 килограмм, ал теңгемен 600 килограммды құрайды. Егер шындығы осы болса, ондаған чемодан ақшаны көлікке қалай тиеген елестетіп, шексіз қиялға батуға болады ғой. Солай емес пе ағайын? Қалай ойлайсыздар? Комментарийге жазыңыздар. Абылай Мырзахметов Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы қызметін 2013 жылғы қыркүйек пен 2022 жылғы ақпан аралығында атқарған. Былтыр қаңтар оқиғасынан кейін қызметінен кеткен. Ол бұған дейін Қазақстан Республикасы президенті жанындағы экономикалық өсімді қалпына келтіру жөніндегі мемлекеттік комиссияның мүшесі болған. Сондай-ақ Қазақстан темір жолы РМК бас директорының міндетін атқарушы Самұрық қазына қоры жанындағы қоғамдық консультативтік кеңестің жауапты хатшысы да болыпты. Айта кетейік, ол Жамбыл облысының бұрынғы әкімі Асқар Мырзахметовтың туған ағасы. Ағасы да мемлекеттің мінберінде елші, вице-премьер, ауыл шаруашылығы министрі болған. Сондай-ақ Оңтүстік Қазақстан облысын басқарған. Қызметтің сан қиылысын атқарған Мырзахметовтың бұл алғашқы алаяқтық әрекеті емес. Айтайық, ол 2002 жылы наурыз айында қылмыстық істі тергеу кезеңінде Қазақстан Республикасы көлік және коммуникация министрі қызметінен шеттетілді. Маусым айында Ішкі істер министрлігі тергеу департаменті қамауға алды. Ал 2003 жылғы мамырда мүлкі тәркіленіп, шартты түрде 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Абылаймен бірге абақтыға айдалған 9 сотталушыға, яғни Қазақстан темір жолы бұрынғы қызметкерлеріне ұйымдасқан қылмыстық топ құрды, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемденді және ысырап етті, құжаттарды қолдан жасады, жалған кәсіпкерлікпен айналысты, заңсыз жолмен сатып алынған ақшалай және өзге де мүлікті заңдастырды деп айып тағылған еді. Бал ұстаған бармағын жалайды, ауру қалса да әдет қалмайды. Теңеудің қанша түрін айтсаң да жарасатын секілді ағайын. Абылайдың айыбы дәлелденсе, ұлттық кәсіпкерлер палатасының жұмысына қатысты санада сансыз сұрақ туындайды. 5 жылға сотталған Мырзахметов қалайша 10,5 жыл бойы кәсіпкерлердің мүдделерін қорғауға жауапты ұйымда басшылық қызмет атқар дегені? Хош, біз бір дүниені түсіндірейік. Мырзахметов пара ала алмайды, өйткені ол мемлекеттік қызмет атқармайды. Ал қылмысы дәлелденсе, пара беруге түрткі болды деген айыпты ешкім жоққа шығармайтыны анық. Алайда Абылай Исабекұлының үстінен пара беруші бизнесменді алдады деп алаяқтық бойынша да іс қозғалуы бек мүмкін. Бұл қылмыстарға сот бойынша кемі 10 жыл жаза тағайындалуы тиіс.
Мырзахметов ескі Қазақстанның ықпалды функционері және Назарбаевтың айналасындағы көптеген адамдармен қарым-қатынаста болған жандардың бірі. Егер ол тәубеге келіп, соттан өткеннен кейін дәлел болатын қажетті ақпаратты антикорға айтар болса, онда Назарбаев мұрасымен күрес жөніндегі жұмысты едәуір жеңілдетері сөзсіз. Ардақты ағайын, біз тек әділетті Қазақстанның қалыптасқанын қалаймыз. Жемқорлық деген ауру жаңа басшыларға жұғып кетпес үшін бұрынғы биліктің өкілдерін келместің кемесіне мінгізіп азап аралына аттандыруымыз керек. Қайткенмен ескі адамдармен жаңа Қазақстанды құра алмасымыз ақиқат. Осымен Бағдардың кезекті саны тәмам. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққанша ағайын.